балалар, бүгін сабағымыз 41-ші сабақ үлес туралы түсініктейден уақытты қалай өлшейміз дейді. Сағат әрбір цифры бетті бір тен қанша бөлікке бөлінгенін қара. Әр бөлікті қанша минут бар екенін есепте дейді. Бұл жерде қараңыздар. Біріншісінде 2 бөлік бар, иә? 2 бөлігі 30 минуттан. Ал екінші бөлікте 4 бөлік бар. 1, 2, 3, 4, сөзге 15 минуттан екен. Өйткені мына жерде бағана айтқандай бір бөлікте 30 минут болса, 2-ге бөлгенде 30 минут болса, ал оның жартысы 4-тен 1-і 30 минут екен. А енді бізде үшіншісі 20 минуттан екен, 20, 40, 60 минут болады. Сөзге 3 бөлікке бөлінгенде. Одан кейін келесі бізде 4-сінде 6 бөлік екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлік. 6 бөлігіміз 10 минуттан екен. Қараңыздар, 10, 20, 30, 40, 50, 60 болады екен. Үстіп, мына. Үстіп есептейткенбіз, бірінші есебіміз. Енді қараңыздар, енді ары қарай. Бөлшек сызығын бөлу таңбасы білдіреді. Егер бүтіндегі 3 бөлікке бөлсе, бір үлесті бұлай жазуға болады. 3-тен 1, кейбір үлестер ерекше атау бар. 2-ден 1 үлес жарты, 4-тен 1 үлес ширек деп аталады. Сөйлеу тілінде көбінесе осылай қолданылады. 4,5, 7-тен 15 минут кетті, 3-тен 15 минут қалды дейді. Мына 3-ке 15 минут қалды деп тұр. Осылай есептейді. Алиян уақытты әртүрлі айтуға көмектесін. Пікірлерді толықтыр дейді. 6 сағат 15 минут немесе 6-тан 15 минут кетті. 5 шар немесе 5-тен 30 минут кетті деп айтсақ болады. Мына жерде. Бысында 3 сағат 45 минут немесе 4-ке 15 минут қалды десек болады. Мына жерде көрсетіп тұр. Үстіп, екінші есебіміз осылай екен. Үшінші есебіміз енді суреттері қара дөңгектердің қандай бөлікке бөлінгенін айт дейді. Бұл жерде қараңыздар 4 бөлік тұр. Соның бірі мына жер боялған екен. Сол кезде 4-тен 1 бөлік екен. Ана жер 1, 2, 3 бөлік екен. 3 бөліктен біреуі боянған екен. Сол кезде 3-тен 1 деп жазады екенбіз. Мына жер 9 бөлік тұр. 9-дың біреуі боялған екен. Сол кезде 9-дан 1 деп жазады екенбіз. 8 бөлік тұр. 8-ден 1 деп жазады екенбіз. Үстіп жазады екенбіз. Ары қарай бізге қараңыздар. Ары қарай суретке қарап, жолақшаның қандай бөлігі боялмаған жаз дейді. Біріншісі 2 бөлікке 2-де 1 деп жазады екенбіз. Екіншісінде 1, 2, 3, 4 бөлік екен. 4-те 1 деп жазады екенбіз. Үшіншісінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен. 8-де 1 деп жазады екенбіз. 8-де 1 бөлігі жер боялмаған екен. 1, 2, 3 болса 3-тен 1 бөлігі боялмаған екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болса 6-тан 1 бөлік боялмаған. 6-та 1 деп жазады екенбіз. Енді мына жерде 12 бөлік екен. 12-тен 1 бөлік боялмаған екен. 12-де 1 деп жазады екенбіз. Енді төртінші қағаздан 1/3 дөңгелек дайында. Бүктеу арқылы біріншісін 1/2 бөлікке, екіншісін 4 бөлікке, үшіншісін 8 бөлікке бөл. Бір үлестен боя. Үлестерді салыстыр. Салыстыру нәтижесінде жаз ең үлкен және ең кіші үлесті ата дейді. Бұл жерде 4-ші есеп екен. Қараңыздар. Мына бір жағын бояды. Сол кезде 2 бөлік тұр. Сол кезде 2-де 1 болады екен. Ана жер 4 бөлік, 1 бөлігін боядық. Сол кезде 4-тен 1 бөлік деп жазады екенбіз. Ана жер 8 бөлік, 8-дің 1 бөлігін бояды. Сол кезде 8-ден 1 бөлік деп жазады екенбіз. Енді біз мына жерде үлкені қараңыздар. Үлкені қайсы дейді? Үлкені 2-ден 1 екен. Үлкені көп жер боялғаны жартысы боялып тұр. Мына 2-ден 1 дейміз. Ал 4-тен 1-і үлкені кіші азы боялған екен. Сол кезде 4-тен 1 болады екен. Сол кезде 2-ден 1 бөлік үлкен екен. Енді мына жер 4-тен 1 үлкен бәлі 8-ден 1 майды. Әрине 4-тен 1 бөлік үлкен екен. Мына жер кішкентай қараңыздар боялған, мына жер дәу боялған екен. Ең үлкен 2-ден 1, кішісі 8-ден 1 екен. Бізде ары қарай 5-ші есебе есептерді шығар дейді. 5-ші 1 тетік жасау үшін шеңбер 9 минут жасадым. Осыдан 6 тетік жасау үшін оған қанша минут уақыт қажет? 9 тетік жасау үшін ше дейді. Қараңыздар, бұл жерде 1 тетік 9 минут, 6 тетік неше минут, 9 тетікті неше минутта жасау керек. 9-ды 6-ға көбейтіп аламыз, өзі 54 минут екен. Бұл жерде 6 тетік жасау үшін. Енді 9-9-ға көбейтеміз, 81 минут екен. Сол кезде бұл 9 тетік жасау үшін екен. Жауап 6 минутқа 54.
9 минутқа 81 минут қажет екен, иә? Үйтіп жазады екенбіз. Бұл 5-тің асы екен. Бізде ары қарай анам көже пісіру үшін 45 минут, ал бәліш дайындау одан 20 минут артық уақыт жұмсады. Анам тағам дайындау үшін барлық қанша уақыт жұмсады? Есептердің жауабын сағат және минутпен өрнекте дейді. Қараңыздар, мына жерде көже 45 минут, бәліш 20 минут артық дейді. Барлық тамақ пісіру үшін қанша минут қажет дейді. Бұл жерде бірінші бәліш тауып аламыз, 20 қос 45, 65 минут болды бәліш, Енді 45-ке 65 қоссақ 110 минут. Сол кезде 110 минутымыз сағатқа айландырсақ 1 сағат 50 минут екен, жауап 1 сағат 50 минут дайындап тамақты. Біріншісінде қараңыздар, енді 6-шы есеп аралары қанша минут деді? 8,5 мен 9-дың 15 минут қалғанда дейді. 5,5 мен 6 15 минут кеткенде, 7-тен 15 минут кеткен уақытпен 7,5-да дейді. Қараңыздар, былай 8-ден 30 кетті, немесе 8-ден 45 кетті. Сөз екеуінің аралы 15 минут екен, 5-ден 30 кетті, болмаса 6-дан 15 кетті. Сөз 40 минут екен арасы. 7-ден 15 кетті, немесе 7-ден 30 кетті дейді. 15 минут. Бұл жерде 9-дан 15 кетті дейді. Сөз 10:00 дейді. Сөз екеуінің арасы 45 минут екен. 3-тен 15 кетті дейді. Болмаса 4:00 дейді. Екеуінің арасы 45 минут екен, 12:00 және 12:15 екеуінің арасы 15 минут екен, Үстіп 6-шы есепті жазады екенбіз. Ал қарай 7-ші есеп 36-ны бөлсек 9-ға 4 болады екен, 42-ні бөлсек 7-ге 6 болады екен, 9 9-ға 81, 4 7-ге бөлсек 28, 25-ті 5-ге бөлсек 5, 63-ті бөлсек 9-ға 7, 72-ні бөлсек 8-ге 9, 24-ті бөлсек 6-ға 4, 27-ні бөлсек 3-ге 9 екен, 49-ті бөлсек 7-ге 7 екен, 32-ні бөлсек 8-ге 4, 42-ні бөлсек 6-ға 7 екен, Өрнектер баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер дейді. Бұл жер 8-ші есеп. 689-ды қараңыздар. 689-ды қараңыздар. 10, оннан мына жерде 0 болса, арт жағында 10 болды. Оннан алсақ 9-ды 1 болады екен, Мына жерде 9-дан 8 аламыз 1, 6-тан мына жерде 1-де ойымызда 511 болады екен. 615 қоссақ 279, 694 екен, 49 қоссақ 486, 535 екен. 506-тан алсақ 49, 557 екен. 145-ке қоссақ 329, 474 екен, 1000-нан алсақ 597-ні 403 екен. 455-ке қоссақ 196-ны 651 екен, 458 қоссақ 349, 807 екен. 172-ден алсақ 49, 123 екен, Ары қарай бізде 951-ден алсақ 89-ды 862 екен. 750-ден алсақ 352-ні 398 екен. 458-ге қоссақ 442-ні 900 болады екен, Үстіп шығарады екенбіз. Ары қарай бізде 9-шы есеп. Мирастың сағаты 15 минут артта қалып қойды. Егер Мирастың сағатының тілі суреттегідей орналасқан болса, дұрыс жүретін сағат қандай уақытты көрсететінін жаз дейді. Бұл жерде 1-ден 15 кетіп тұр. Біз қараңыздар, 1-ден 15 кетіп тұрса, 1-ден 30 кетті деп жазамыз, өйткені 15 минут артқа қалып қалған екен, Мына жерде 4-ден 45 кетсе, біз 3-ден 45 кетті, сол кезде 15 минут қоятын болсақ, 4 деп жазады екенбіз, Мына қараңыздар, түсінікті болу үшін, біріншісін 1-ден 30 кетті деп жазамыз, екіншісі әсі 4 деп жазамыз, 16:00. Б'сы 20:00, 20-дан 20 кетті деп, 8-ден 20 кетті, бұлайынша. Енді В'сы 18-ден 5 кетті деп жазамыз, 19-дан 45 кетті деп жазады екенбіз, Үйтіп жазады екенбіз, 9-шы есепті. Бізде 10-шы есеп, қараңыздар, түрлі түсті қағаздан 2 бірдей шаш дайындау. Олардың бүктеу арқылы бірдей бөліктерді 2, 4, 8 бөлік бүктеу сызығы бойынша ой-өрнек құрастыр дейді. Қараңыздар. Бұл жерде 10-шы есеп екен, 2 бөлік аламыз, 2 бөлікті осылай болса да болады екен, Сол кезде мына жерде 4 бөлікті осылай бүктесек болады екен, болмаса мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 бөлік шығады екен, Үстіп бүктесек болады екен.